Географиялық номенклатура. Номенклатура дегеніміз ол нысандардың, яғни объектілердің тізімі, список. Мысалы үшін өзендердің тізімі. Жаңағы Ніл, Амазонка, Іле, Есіл деген сияқты. Немесе мемлекеттердің тізімі. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан. Яғни ол тізім, қандай да бір нысандардың тізімі. Бізде кәдімгідей мақсат бар, 7-ші сынып, 8-ші сынып үнемі қайталап отырады. Географиялық номенклатура. Яғни нысандар. Біз білуге тиіс. Енді алдымен ұбт-да қандай нысандар бізде келеді, соған тоқталып өтейік. Ол үшін номенклатураны оқығанда атластан, яғни ол картамен жұмыс. Ол нысандар қайда орналасқан, соны білуге қатысты. Атлас және кесін карта қолдануға болады. Яғни атластан табасыз, сосын кесін картаға жазып отырасыз. Мен мысалы 7-ші сыныптың атласын ашып қойдым. Енді жалпы білеміз, өзен, көл, тау деген әлемде өте көп. Оның бәрін жатқа білу мүмкін емес. Яғни бізден сұрайтыны қайсысы? Біз қайсысын жатқа білу керекпіз, соған тоқталайық. Мысалы, алдымен Евразиядан бастайық. Евразияның таулары. Қайсысын біз білуге тиістіміз? Ең алдымен әрине Альпі таулары. Қазір атласты ашып, менімен ілесіп, осы тауларды, барлық нысандарды тауып отырайық. Яғни мен қазір ұбт-да келетін нысандарды атап шығамын. Қай нысандар жатқа білуге тиіспіз біз? Алдымен таулар, Евразия. Материкке жеке тоқталамыз. Мынау алдымен Альпі тауы. Бұл Европадағы ең биік тау деп те келеді. Европаның ең биік таулары. Бұл Альпі таулары. Ол бірнеше мемлекеттің аумағында. Қай мемлекеттер мұнда? Италия, Франция, Австрия, Швейцария, әрине таулы мемлекет. Және бұған қатысты келетін сұрақ Альпінің биік нүктесі. Тек қана бұған емес, кез келген биік таудың биік нүктесін сұрайды. Яғни Альпінің биік нүктесі Монблан. Монблан 4506. Монблан деген шоколад конфет бар. Мен балаларға ұмытып қалмас үшін көбінесе сонымен ассоциация құрғызамын. Асты қара шоколад, бетінде ақ шоколад. Мынандай тау сияқты болып, трюфелі сияқты жасалған. Бұл Альпі, Европаның ең биік тауы. Енді қайсы тауды білу керекпіз? Әрине мына Орал тауын білу керекпіз. Орал таулары. Бұл таудың ерекшелігі неде? Бұл тау Европа мен Азия дүние бөлігін бөлетін тау деп келеді. Азия мен Европаны бөлетін тау, мінекей, Орал тауы. Ол солтүстіктен оңтүстікке қарай ұзақ созылып жатқан тау. Енді түсіне қарасақ, бұл әрине Альпі сияқты биік емес. Біз білеміз, тау неғұрлым мынандай қою түске боялса, ол биік тау. Ашық қоңыр болса, ол орташа немесе аласа тау болуы мүмкін. Яғни екінші білуге тиісті тауымыз бұл Орал тауы. Орал тауына қатысты мынандай сұрақ келеді. Орал тауының биік нүктесі таудың қай бөлігінде орналасқан деген. Ол мінекей, оның солтүстігіне қарай орналасады. Народная шыңы. Бізде шыңдардың ең биік нүктелерінің аты болады. Жаңағы сияқты мысалы Монблан Альпінің биік нүктесі, Оралдың биік нүктесі, Народная шыңы, сол сияқты. Немесе келесі әлемдегі ең биік тауымыз Гималай. Гималайдың биік нүктесін бәріміз жатқа білеміз деп ойлаймын. Эверест, бұл енді европалықтар үшін жалпы айтылған, негізі Эверест немесе Джамалунгма аты. Джамалунгма биік нүктесі Гималайдың Непал мемлекетінде орналасқан. Непал мен Қытайдың шекарасында. Джамалунгма. 8848 дегенде енді бәріміз жатқа білеміз деп ойлаймын. Келесі Евразиядан білуге тиісті тау ол Тянь-Шань әрине. Тянь-Шань тауларының бір бөлігі Қазақстанға енеді. Ол солтүстігі, батысы, орталығы. Ол өз бөлек сұрақ болып келеді. Тянь-Шаньның қай бөлігі Қазақстанға кіреді? Солтүстігі, орталығы және батысы. Мінекей Тянь-Шань жатса, соның үстіңгі жағы, яғни солтүстігі, орталығы және батыс жағы Қазақстанға енеді. Кейде сұрақ нақтырақ келеді.
Тянь-шаньның қай бөлігі толығымен Қазақстанда? Яғни жаңағы аталған үшеудің бір бөлігі Қырғызстанда болса, бір бөлігі Қазақстанда сөйтіп бөлініп кетсе, солтүстік Тянь-Шань ол толығымен Қазақстан жерінде. Яғни Қазақстанға толығымен Тянь-Шаньның солтүстігі енеді. Мінекей, бұны да білу керекпіз. Тянь-Шаньның биік нүктесі әрине жеңіс шыңы, ол жалпы Тянь-Шаньдағы биік нүкте жеңіс шыңы, Қазақстандағы Тянь-Шаньның биік нүктесі ол орталық Тянь-Шаньда орналасқан Хан Тәңірі. Ол Қазақстанның ең биік жері болып есептеледі, 6995. Енді оны бәріміз жатқа білуге тиіспіз, иә. Келесі білу керекті тауымыз ол Алтай. Алтай таулары Зайсан несінен бастап, ойпатынан бастап, Байкал міне тұр, әлемдегі ең терең көл Байкал. Осы екі көлдің арасындағы таулы өлке. Бұл қай мемлекеттердің аумағы? Әрине Россия, Монғолия, Қытай, Қазақстан. Мінекей осы 4 мемлекеттің жерінде Алтай таулары орналасады. Алтайдың биік нүктесі Мұзтау шыңы. Оны бәріміз білеміз, иә? 4506. 4807 Монбланның биік нүктесі, және мен 4807 Альпінің биік нүктесі, Монбланның биік нүктесі. Ал Алтайдікі Мұзтау 4506. Енді бұл жерде Алтайдың қай бөлігі Қазақстанға енеді деп келеді. Міне Алтай болса, оның әрине астыңғы оңтүстік бөлігі мен батыс бөлігі Қазақстанға кіреді. Оңтүстігі және батысы Қазақстанда. Одан кейін әрине біз білу керекпіз Тибетті. Бұл Тибеттің ерекшелігі климаты өте қатал. Жаңағы қысы өте қатты суық, сондай болып келеді. Бұл жердегі таулардың барлығы өткен сабағымыздан білетіндей литосфералық тақталардың соқтығысуынан пайда болған. Мынау жақта жаңағы Үндістан, Австралия тақтасы, Үнді Австралия. Мына жақта Евразия тақтасы, екі материктік тақта соқтығысып, коллизия. Соның әсерінен осы Гималай, Тибет, Кунлунь таулары пайда болған. Тағы нені білу керекпіз? Әрине Иран таулы қыраты. Бұл өте үлкен аумақты бірнеше мемлекеттің жерін алып жатқан таулы қырат. Біз осыны білу керекпіз бұдан таулардан. Әрине сосын Скандинавия таулары. Скандинавия түбегіндегі. Бұл енді биіктігі жөнінен Орал тауына ұқсас, орташа тау болып келеді. Норвегия, Швеция мемлекеттерінің аумағында. Так, Евразиядан таулардан осыны білу керекпіз. Осы аталған тауларымызды. Енді Солтүстік Америкаға келейік. Бұл жерде бізде жеңіл, әрине мынау тұрған ең Солтүстік Американың батыс жағалауын түгел алып жатқан бұл Кордильера тауы. Неке ұзыннан ұзақ былай жазылып тұрады. Кордильера. Бұл субдукция әсерінен пайда болған, өткен сабағымызда айтқанымыздай материктік тақта мен мұхиттық тақтағанның соқтығысуынан пайда болған. Бұның да сұрақ келеді. Кордильераның биік нүктесі қай бөлігінде орналасқан деген. Мінекей, ол мына солтүстік бөлігінде Маккинли немесе Денали екі аты бар. Кітапта көбінесе Маккинли берілген осы уақытқа дейін 6194 метр. Бұл оның биік нүктесі. Енді сұрақ келеді, Кордильераның жалғасы деп, ол бізде әрине Анд тауы. Анд тауының және бір ерекшелігі, бұл әлемдегі ең биік тау Анд таулары. Ең ұзын тау, 9000 километрға созылған ең ұзын тау Анд. Бұл да субдукция, Оңтүстік Америка мен Тынық мұхитының тақтасының соқтығысуынан пайда болған. Андтың биік нүктесі келеді, ол орталық бөлігінде Аконкагуа деп аталады, 6960. Осы аталғанның бәрін атластан тауып, кесін картаға жазып қойсаңыз, ешқашан ұмытпайсыз. Енді келесі Африкадан келетін тау ол Атлас таулары. Атлас. Бұл қалай деп келеді сұрағы бұтыда? Африкадағы жас тау деп келеді. Жас тау ол Атлас таулары. Жалпы Африкада таулар өте аз, көп бөлігін таулы үстірт алады. Келесі Аласа таулары бар Африканың. Оңтүстік бөлігінде Қап таулары, Айдахар таулары деген таулар. Бұлар ежелгі таулар. Қап пенен Айдахар ежелгі, Аласарға, мүжілген таулар. Ал Атлас таулары жас тауларға жатады.
Африканың жас тауы деп келеді атлас мына жерде. Марокко, Алжирдің аумағына кіреді. Енді Австралия десек, Австралияда тау өте аз, тек қана мінекей батыс бөлігін алып жатқан үлкен суайрық жотасы деп аталады. Үлкен суайрық жотасы. Бұның биік нүктесі оңтүстігінде Костюшка 2232 ма? Яғни аса биік емес. Жалпы бұл тау аса биік емес. Және бұл таудың сұрақ ұбт-да былай деп келеді. Австралия Альпісі деп қайтауда айтамыз. Австралия Альпісі, яғни Австралияның биік тауы деген сөз. Бұны еуропалықтар атап кеткен әрине. Еуропаның биік нүктесі, биік тауы Альпі болса, яғни осы сияқты Австралиядағы биік тау қайсысы деген мағынада келіп тұрған сұрақ, Австралия Альпісі деп үлкен суайрық жотасын атаймыз. Так, бұл осылайша таулардың тізімі, яғни көп емес. Біз осы тауларды білу керекпіз жатқа. Бұл әлемдегі ең танымал, ең биік, яғни білуге міндетті таулардың тізімі. Енді жазықтар дейтін болсақ,